Бүгіндері 21 ғасырда әлем елдері күрт өзгеруді бастады. Украинаның тарихынан, бүгінгі болып жатқан Украина мен Ресейдің соғысынан біз бірінші сабақты айтқан болатынбыз. Яғни, ешқандай мемлекет, ешқандай халықаралық қауымдастық сенің тәуелсіздігіңе, мемлекетіңнің амандығына гарантия бере алмайды. Ешқандай, тіпті ол үлкен держава Америка, Қытай, Ресей болса да, сенің тәуелсіздігіңе ешқандай қауіпсіздік орындары, ешқандай мемлекет, қоғамдық, мына халықаралық ұйымдар кепілдік бере алмайтынын көрдік. Бұл анық көз жеткізілген, дәлелденген нәрсе. Яғни 21 ғасырдың ащы болса да шындығы осы. Бұл бірінші сабақ. Қазақстан алу керек бірінші сабақ. Ал енді біз сіздерге екінші сабақты айтқалы отырмыз. Біз Ресей Украина соғысына қарап отырып, екінші сабақты аламыз. Бұл қандай сабақ? Яғни Қазақстан өзінің бір уақыттары ядролық қаруынан бас тартқан болатын. Қазіргі кезде Трамп билігі Американың саясатын жүргізу үшін Ресей мен Американың арасында үлкен келіссөз өтті. Оған Трамптың өзі қатысты, Путинмен кездесті, яғни Аляскадағы кездесу. Осы кездесудің кезінде Трамп Путинге қатты сөйлей алмады. Бұл бүкіл елдің ашуын туғызғаны былай тұрсын. Тіпті қарапайым америкалықтардың өзі Трампты ашық сынай бастады. Неге Трамп Путинге қатысты ашық мәлімдеме жасап, неге кездесудің өзін ашық өткізбейді деп? Американың әскери қуаты, экономикасы мықты екенін Зеленский қанша мәрте айтқанымен, Трамп тіпті мына Путинге салынып жатқан санкциялардың өзін жеңілдетудің амалын қарастыра бастады. Осы тұрғыда Трамптың мына айтқан сөзін сіздерге келтірген жөн көріп отырмын. Трамп шамамен былай айтқан болатын: Ресейдің әскери қуаты мықты, өте жақсы соғыс тәсілдерін меңгерген. Яғни қыс мезгілінде соғысудың өте керемет тәсілін меңгерген деді, және олар, яғни орыстар, бір уақыттары Гитлер мен Наполеонды да жеңген деді. Наполеонды да тоқтатқан, Гитлерді де жеңген деді орыс халқы, Ресей. Осылайша Трамп Ресейдің әскери қуатын керемет бағалап отыр. Енді біз сіздерге екінші сабақ. Бұл әскери қуат. Мынадай сөз бар: төртеу түгел болса төбедегі келеді, алтау ала болса ауыздағы кетеді. Қазір біз әркімге бір жалтақтап, мынанкі дұрыс, мынанкі қате деп отырмай, бейтарап саясат ұстанғанымыз дұрыс әрине. Бірақ ол бейтарап саясат қашанға дейін жалғасуы мүмкін? Мысалы, Украинаның тағдырын алып қараңыздар. Украина өзінің мемлекетінде, өзінің мемлекеттілігін жүзеге асыру үшін заңдар шығарды. Нәтижесі не болды? Нәтижесінде Ресей Қырымды аннексиялады, одан кейін Украинаның өзіне басып кірді. Әлемдік қауымдастықтың бұған қылатын дәрмені қалмады. Қаншама көмектескенімен, олар Ресейді қуып шыға алмады. Қаншама қару-жарақ бергенмен, қазіргі кезде Украинаның қаншама жері Ресейдің қолына өтіп кетті. Бұл нені білдіреді? Халықта мынадай бір даналық сөз бар: жалтақтаған елдің ауылын жау түгілі жолаушы тонайды деген сөз бар. Әркімге бір жалтақтамас үшін не істеу керек? Ішкі бірлік, саяси тұрақтылық, экономикалық өсім керек. Және ең маңыздысы бұл қауіпсіздік. Біз негізгі бағыттарды айтамыз, экономикалық қауіпсіздік, денсаулық қауіпсіздігі, бірақ солардың ішіндегі ең маңыздысы біріншісі бұл мемлекеттің қауіпсіздігі. Мемлекеттің қауіпсіздігі болмаса, басқалары түкке де тұрмай қалады. Қазіргі кезде 21 ғасырдың ащы да болса шындығы мынау: қандай мемлекетте ядролық қару бар, сол мемлекет өзінің тәуелсіз саясатын жүргізеді. Айналасына жалтақтамай өз саясатын жүргізеді. Бұл 21 ғасырдың ащы да болса шындығы. Халықаралық қауымдастықтарға, үлкен державаларға жалтақтамай өз саясатын жүргізіп отыр. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Иранның ядролық бағдарламасы басталған еді. Одан үрейленген Америка мен Израильдің оған қатты қарсылық көрсетіп, тіпті әскери іс-қимылдарды бастап жіберген жақсы білесіздер. Ал халықаралық қауымдастық, халықаралық дипломатия сенің тәуелсіздігіне гарантия бере алмайтын болса, онда мемлекеттер не істеу керек? Осылайша біз екінші сабақты аламыз. Бірінші сабақты айттық, ешқандай мемлекеттерге сенудің қажет жоқ. Тәуелсіздікті сеніп тапсыруға болмайды. Әр мемлекет өз тәуелсіздігін өзі қорғауға мәжбүр. Сын сағаттар келген кезде сен тәуелсіздігіңді өзің ғана қорғауға мәжбүр боласың.
Ал екінші сабақ: егер де Украина бұл соғыста ұтылатын болса, жерінен айырылатын болса, онда үлкен державалардың бір-бірімен балансты ұстап, күштерін теңестіріп отырып, ядролық қаруды пайдаланбаған мемлекеттерге гарантия бере алмайтынын түсінуге болады. Көріп отырсыздар ма? Украина ұтылатын болса, онда әлем қайтадан ядролық қаруға ие болу үшін ұмтыла бастайды. Ядролық бағдарламалар тек Иранда емес, басқа да мемлекеттерде, дамушы мемлекеттерде пайда бола бастайды енді. Егер де Украина осы соғыста жеңілетін болса, онда ядролық қаруға деген ұмтылыс одан әрі артатын болады. Өйткені бұл тәуелсіздігіңді сақтаудың ең басты кепілі ретінде қарастырыла бастады. Қазір мына Америка, Европа елдерінің әскери сарапшыларының зерттеулерін оқып отырсаңыз, жаңалықтарын оқып отырсаңыз, қай мемлекет осындай қаруға ие, олар өздерінің тәуелсіздіктері үшін кепілдікті сол арқылы салыстыратын деңгейге жетіп отырған көрінеді. Демек, Ресей-Украина соғысында егер Украина жеңілетін болса, әлем қайтадан ядролық қарулана бастайды деген сөз.